Аслан бірінші болып таңдайды. Келіп өзіңе ұнаған яшықты басасың, сол яшықтағы сұраққа жауап беру керек. 7-ші сұрақ, бастаңғы деген не дейді? Ал бастаңғы дегеніміз не? Осы топ, егер Аслан жауап бере алмайтын болса, бірінші осы топ көмектесуіне болады. Не болмаса, бұл топ жауап бере алмайтын болса, біз сұрақты қыздардың тобына жібереміз. Ал Аслан жауап бар ма? Топтан көмектесеміз дегушілер бар ма? Асқар, айтып көру. Жоқ. Жоқ. Ал қыздар жауап беріп көріңіздерші. Бастаңғы дегеніміз не екен? Еркежан айта ғой. Бастаңғы дегеніміз мысалы көбінесе үлкен еткен кезінде кішілер қалып, қазіргі заманның тілімен айтқанда Өте жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Яғни бір ұпайды біз қыздар тобына. Келесі сұрақты Еркежан таңдайды, таңдай ғой. 18-ші сұрақ, отпен аластаудың себебі неде? Ал Айдана таңдай ғой, қай сұрақ таңдайсың? Бірінші сұрақ дейді. Наурыз күні не себепті көрісуден басталады? Ал не себепті көрісуден басталады екен? Не себепті көрісуден басталады? Мерекемен құттықтау үшін тағы. Жоқ, 6 күн емес. Мысалы, көрісу күні бізде кеше болды, е балалар? Аха, не себепті көрісуден бастайды? Яғни жыл неден басталсын дейді балалар? Ұл балалар, Жаныбек айта қойшы. Жақсы жыл болсын деген мақсатта, я? Жақсы. Отыра қой айда. Ал Жаныбек, енді сен таңдай қой, қайсын таңдайсың? 4-ші сұрақ. Ыдыс атаулы не себепті толып тұруы керек? Ербекті көрейік. Нешінші сұрақ? Аха, жаңа туған наурызды шомылдыру дегенді қалай түсінеміз? Наурызды шомылдыру дегеніміз не? Бар ма жауап? Балалар тыныштық сақтайық. Игі тілекпен әндетіп, үйді аралау дәстүрі қалай аталады? Балалар қалай аталады? Сара жауап жоқ па? Рамазан емес. Рамазанға ұқсас бірақ. Ал Бекасыл сен айтшы. Молодец. Асыл ұя шықтаңда. Наурыз бата деген не? Наурызда берілетін Таңдай ғой Аңсар. 22-ші сұрақ. Бер қараймыз. Наурыз тілек деген не? Наурыз тілек дегеніміз не? Бер қараймыз. Наурызда? Аха. Айта қойшы. Ұлыстың күні күні алдыңа келсе, атаңның күнін кеш деген ұғым нені білдіреді? Жауап жоқ па? Қане кім көмектесе алады? Айгерім, көмек. Аха, наурыз сөз парсы сөзінде не деген білдіреді? Аха. Молодец, жарайсың. Ал Асқар, таңдаймыз. Аха. Ал Аңсар. Ой, Асқар айтау. Тойлаушы деген келесі наурызға дейін 9 жүру деген сөз. Жарайсың. Ала ғой. Кім аралайды? Даланы кім аралайды? А, Нұрасыл. Жарайсың. Нұрасыл таңда ғой ұя шықты. Сүйінші деген не? Жақсы. Дар. Ал Назерке таңдай ғой. Не себепті қосшырақ жалғады? Ал Нұрай келе ғой. Еркежан, түзіп отырамыз. Қабақ сындыру дегенді қалай түсінесің? Қабақ сындыру дегеніміз не екен балалар? Жауап жоқ па? Наурыз төл деген не? Наурыз төл дегеніміз? Аха, сол наурыз айында төлеген сиырдың төлін наурыз төл дейді екен, жақсы. Таңдай ғой. Не себепті таза киініп, үйді таза ұстайды?
жаңа жыл болғандықтан. жаңа киініп, жаңа таза киімдер кию керек. Қос қолдап амандасып, төс соғыстырудың қандай мәні бар? Наурыз шешек деген не? Нұрай, бер қараш. Жауап бар ма, қыздар? Ал, Нұрай айта қойшы, наурыз шешек деген. Наурызда келетін қыста киімді бірінші шыққан күні. Наурыз көже неше түрлі тағамнан жасалады? 7 түрлі. Қандай? Қасиетті көкөгізді күту нені білдіреді дейді? Қазақ халқы наурызды қашан қарсы алады? Фатима? 22-ші наурыз күні. Жарайсың. Ал, Анвар, жаңа сен 22-ні бастың ба? 25-ті. Я, тоқым қағар дегеніміз не? Бер қараймыз. Ал, Жандарбек, баста. Наурызша деген не? Жауап бере алам. Наурыз жыры дегеніміз не?